Сәлем балалар, қазақ тілі 2-ші сынып 24-ші сабақ Қ мен Қ дыбыстары, Қ-ға әріптердің жазылу емлесін білемін. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беремін. Екінші жаттығу бағандағы сөздерді оқы. Сабақ сабағы, парақ парағы, ұршық ұршығы, жарық жарығы, бұлақ бұлағы, қасық қасығы. Сөздерді салыстырып, сөз соңындағы Қ дыбысының Қ-ға өзгеруінің себебін айтып көр. Өз қорытындыға төмендегі мәліметтермен салыстыр. Иә бала, Қ-ға аяқталған сөзден кейін егерде дауысы дыбыс келсе, Қ дыбысы Қ дыбысына айналады екен. Мысалы, топырақ топырағы, қармақ қармағы, құдық құдығы, садақ садағы деген бірнеше мысалдар келтірдік. Мына ережені есіңе сақтап ал. Қ әрпі сөздің соңында жазылмайды. Қ-ға аяқталған сөзден кейін дауысы дыбыс келсе, Қ дыбысы Қ-ға айналады. Мысалы, достық достығы, атақ атағы, құшақ құшағы. Өзінде бірнеше мысалдар келтір. 23-ші жаттығу өлеңді тыңда. Құрақ құрау. Әжелер киім тіккенде тастамапты қиықты. Әр алуан қиық түскенде дорбаға салып жиыпты. Көп киім тігіп біткенде қиыққа дорба толыпты. Қиықты сәндеп тіккенде құрақ көрпе болыпты. Балалар, құрақ көрпе туралы әжелерінен, аналарынан сұрап біліңдер. Құрақ дегеніміз не? Төрге төсейтін көрпеше, мата қиындыларын қиюластырып, тұмарша, 8 жапырағы, ром және неше түрлі қазақи нақыштағы оюлардан, өрнектерден құралған көрпе. Неге бірнеше оюлардың түрін көрсетіп қойдық сендерге балалар? Өлең мазмұны бойынша берілген сұрақтарды толықтыр және оларға жауап бер. Бірінші сұрақ: әжелер киім тіккенде нені тастамайды? Әжелер киім тіккенде қиықты тастамайды. Қиықты қайда жинайды? Қиықты дорбаға жинайды. Үшінші сұрақты өзіміз құрастырдық. Қиықты сәндеп тіккенде не болады? Қиықты сәндеп тіккенде құрақ көрпе болады екен. Қиық, құрақ сөздеріне ы дыбысын жалғап жаз. Не байқадың? Қиық, қиығы, құрақ, құрағы. Жаңағы өзіміз айтып кеткен ереже бойынша. Қиық дегеніміз балалар үлкен матадан осындай үш бұрыш тығып, түйе табан сияқты, ром сияқты осындай қиып алады да бір-біріне жабыстырып тігеді екен. Осыны қиық дейміз. Ал қалған кішкентай қиықтарды әжелеріміз қайда салады екен? Дорбасына салып, тағы да бір керек жарағына жаратады. 24-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына Қ-ға әріптерінің тиісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бұл жерде көп нүктенің орнына екі сөз тұр. Аяғы және сынығын деген сөзге біз Қ дыбысын жаздық. 25. Өлеңді көркем жаз. Анаң күнің жүрегің, әкең өмір тірегің, әжең асыл ардағың, атаң дана қорғаның. Бұл жерде қарамен жазылған ардақ, ардағың. Содан қарамен жазылған сөздерге қай дыбыс өзгеріске ұшыраған, оның себебін түсіндір. Жаңа біз айтып өттік оны. 26-ші жаттығу. Ойын жұмбақтарын шешуін тап. Қармағы бар қолында. Кімді айттым ойымда? Ол кім екен? Балықшы. Құрығы бар қолында, кімді айттым ойымды? Жылқышы. Қалағы бар қолында, кімді айттым ойымды? Құрылысшы екен. Қарамен жазылған сөздерге дыбыстық талдау жаса. Біз бір сөзге дыбыстық талдау жасадық. Әрманғарда құрығы, қалағы деген сөзге өздерің дыбыстық талдау жасаңдар. Балалар, бүгін біз Қ, Қ дыбыстарының жазылуы, өлеңдердегі сұрақтарға жауап бердік. Шығармашылық жұмыс жасадық. Осымен сабағымыз аяқталды.